Біздің өзі апта сайын беретін сөздеріміздің бүгін ішіндегі ең бір мәндісі, ең маңыздысы, ең құндысы бүгін сендер орындайтын жұмыс болғалы тұр балалар. Біз жаңағы өзіміз таңдаған ғалымның өміріне байланысты соны барынша жинақтап, барынша көрнекті етіп буклет жасаймыз дегенбіз. Солай ғой? Сөз 4 өзі сол болатын. Біздің мұндағы бағалау критерийіміз оның тағы да буклеттің мазмұнына және оның безендірілуіне және сіздердің ауызша оны қаншалықты дұрыс жеткізетіндеріңізге байланысты бағаланады деп келіскенбіз. Біздің талабымыз бойынша буклеттің сыртында ғалымның өзі тұру керек, аты жөні және оның өмірі туралы шағын ғана сандық дерекпен берілген мағлұмат тұру керек. Екіншіден, оның ішінде сол ғалымның өмір баяны сөйлем түрінде емес, қандай форматта берілу керек? Қысқа және тиянақты түрде. Мысалы, осындай жылы туған деген баяндауыш шарт жазбаймыз. Туған жылы мынадай, өскен жері мынадай деп көрсетуіміз керек болатын. Өмір баяннан кейінгі екінші міндетті түрде қамтылу керек не еді? Дұрыс. Бұл академиялық қазақ тілі. Сондықтан біз өзіміз таңдаған ғалымның еңбектерін сол буклеттің ішінде барынша көрнекі етіп көрсетуіміз керек болатын. Одан кейін не тұру керек? Дұрыс. Яғни сол ғалымның айтқан ғылымға байланысты, өмірге байланысты өзің ең маңызды деп тапқан дәйек сөз тұру керек. Және сол ғалым туралы айтылған басқа зерттеушілердің дәйек сөзі тұру керек болатын. Сонымен бірге тағы не тұру керек дедік? Дұрыс. Қызықты фактілер, маңызды фактілер соның ішінде тұру керек деді. Сонда ол буклетті алған адам бір шағын ғана жұмыстың өзінен сол жаңағы сіздер айтайын деп тұрған ғалымға қажетті барлық ең негізгі, ең маңызды ақпараттарды білу керек болатын. Енді кім буклет жасады, кәне көрсетіңдерші? Өте жақсы, өте жақсы. Маған да бұл жұмыстарың келді. Поштаға қарадым, өте жақсы жұмыстар бар балалар. Өте жақсы. Тек 1-2 жұмыста ғана сөйлеумен берілген жағдайлар бар екен. Бірақ ол да үлкен кемшілік деп санамаймыз. Өйткені бұл сіздердің бірінші рет жасап отқан осындай шығармашылық жұмыстарыңыз. Сондықтан да оған кешіріммен қарадық. Бірақ сол кемшіліктің орнын қазір мына жерде сөйлеген кезде сіздер не істейсіздер? Жуып шайып жіберулеріңіз мүмкін. Бұл енді 2 балдық жұмыс. 2 балдың 0,75 балы сіздердің сөйлеулеріңізге беріледі. Сондықтан да өздеріңізді таныстыру деген нәрсені ұмытпайсыздар, және осы өздеріңіз таңдаған ғалымды қаншалықты бізге ұғынықты етіп жеткізе аласыздар. Соған көп нәрсе байланысты екен. Жақсы. Кім бастайды? Мен. Ой, келе ғой, Темірлан. Темірлан біздің топ басымыз. Әдетте керемет сөз бар ғой. Мына көне үндіде бір тәмсіл бар екен. Егер дейді, қойларды арыстан басқарса, олардың бәрі арыстанға айналады. Ал егер арыстандарды қой басқарса, онда оның бәрі қойға айналады дейді. Сондықтан біздің арыстанымыз Темірланға сөз береміз. Ал Темірлан, бастай ғой. Саламатсыз қалдыр ханымдар мен мырзалар. Бүгін мен сіздерге Геродот туралы айтамын. Ол біздің заманымызға дейін 484 жылы туды, және біздің заманымызға дейін 425 жылы. Жұмысыңды көрсетіп тұрсаң болады. Біздің заманымызға дейін 425 жылы өмірден қайтыс болды. Міне қанекей, осы суреттерде сіздер оның 4 еңбектерін көре аласыздар. 4 еңбегін. 4 еңбегін. Сан есім тұрған жерде көптік жалғау жалғанбайды. 4 еңбегін. 4 еңбегін көре аласыздар. Бірінші еңбегі Геродот әлемі, 19 ғасыр. Негізі осы 4 еңбектері еңбегі ол өте көне заманда шыққан, бірақ ғалымдар, бүкіл әлемнің ғалымдары оның бүкіл еңбектерін бәрін іздеп тауып, осындай 4 кітаптарды ең танымал қылып шығарды. Геродот әлемі деген ол 450 жылы біздің заманымызға дейін 30 жылдай ақпарат жинады, және тарих, бүкіл әлемдік халықтың тарихтарын жинақтап, осындай Геродот әлемі деген карта және де олардың тарихы туралы жазды.
Осы екінші еңбек тарих деген оның негізі ең маңызды және ең танымал кітабы болып есептеледі. Қазіргі заманда ол кітап бүкіл әлемдік 3 миллиардтай адам оқыған және ең танымал мұражайларда орналасқан. Және тағы екі еңбектері бұл Геродот және соғыс. Бұл еңбекте Геродот және басқа ғалымдар, тарих ғалымдары бірге қатысып, парсы елдерінде соғыс болғанда олардың оқиғаларын суреттеген. Өте жақсы. Парс соғысы ол осы екі кітап негізінде бірге сәйкес келеді. Бірақ осы үшінші еңбекте Геродот және соғыс деген еңбекте ол негізгі соғыстарды суреттейді. Кезеңдерін. Персия соғысында ол тек перс соғыстарын парсы соғыстарды, олардың патшаларын және олардың дәстүрлерін, солардың бәрін суреттеп, осы кітапта, осы еңбекте жазылған. Ал келесі бетте сіздер оның өмір баянын көре аласыздар. Ол бізге заманымызға дейін 484 жылы туды. Галикарнаста деген жерде. Бұл сол кезде Парсы империясының құрамына кірген. Жақсы. Біздің заманымызға дейін 453 жылы 420 жылдарға дейін 30 жылдай ол тарих деген еңбекті бүкіл әлемге саяхат жасап, көпшіл ғалымдармен және басқа елдердің байланысымен бірге осындай тарих деген кітапқа информация, ақпарат жинаған. Өте жақсы. Біздің заманымызға дейін 5 ғасырда ол әңгімелер деген кітапты шығарған. Әңгімелер бұл негізгі әңгімелер және ол бүкіл халық әлемдік, парс әлемнің солардың негізгі әңгімелері, оқиғалары солардың бәрін суреттейді. Жақсы. Қандай дәйек сөзін алдың? Негізі дәйек сөздері... Алар 2 минут беріледі, сол 2 минутқа сиғып сөйлеуге тырысамыз. Негізі Геродоттың дәйек сөздері өте көп, бірақ ең маңызды және ең жүрекке тиетін дәйек сөз бұл адамның табиғаты. Жүрекке тиетін деп жағымсыз сөзді айтады. Жүректе жағымды деп, жаққан сөздер. Адамның табиғаты әрқашан білімге ұмтылады. Және де екіншісі, қандай жағдай болмасын, тағдыр алдын ала бәрін біледі. Өте жақсы. Оған байланысты Аристотельде Геродот жайлы дәйек сөз жазды. Бұл дәйек сөз Геродот әртүрлі елді, әртүрлі олардың салт дәстүрін бәрін ең бірінші адам болып суреттеген және баяндаған. Осы суретте сіздер оның фотосуреттерін көре аласыздар. Осы бірінші фотосурет оның ғимараты, мүсіні. Ол Испания деген халқының ең үлкен мұражайында орналасқан. Испан. Осы тағы 2 суреттері орындаған мен, Лұқпан Темірлан. Сұрақ бар ма Темірланға? Айта ғой Урсула. Неліктен Геродот? Негізі Геродотты таңдағымның себебі ол ең танымал адам мен үшін, және оның еңбектерін мен бір 11 класста зерттеп, себебі ұбт-ға дайындалып, сондықтан мен ол туралы көп ақпарат біліп, ол туралы жаздым. Өте жақсы. Сонда академиялық қазақ тілінде енді осы адамды тағы да таңдап, оны достарың айтқың келеді. Өте жақсы. Менің бір сұрағым бар. Осы Геродоттың сақтармен, скифтермен бар ма бір байланысы? Бар. Геродот негізінде тарих деген еңбегінде ол сақтар мен скифтар туралы жазған. Өте жақсы. Өте жақсы. Рахмет.
Геродотқа байланысты нақты әлі де қызықты ақпараттарды аңыз адам рефератында бізге Темірлан айтып беретін болады. Жақсы, келесі. Келе ғой, Мира. Бәріне сәлем, менің есімім Ерланова Мира. Мен бизнес мектебінің 2-ші курс студентімін. Және де мен таңдаған ғалымым ол әлемнің ұлы ғалымы, әлемнің 2-ші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби. Ол 870-950 жылдар өмір сүрген. Және де оның қысқаша өмір баянына көз жүгіртсек, ол 870 жылы Фараб, яғни Отырар қаласына дүниеге келген. Сол Фараб қаласы, Отырар қаласы кезінде Фараб деп аталғандықтан, ғалым өзінің Әбу Насыр Мұхаммед Узлах ибн Тархан есімін туған жерімен байланыстырып, өзін Әл-Фараби деп атаған. Тамаша. Ол Фарабпен Бұқарада бастапқы білімін алған, және де 70-ке жуық тілін меңгерген екен. Оның ішінде парсы, араб, қытай, санскрит деген сияқты тілдер бар. Және де 950 жылы 80 жасында Дамаск қаласында қайтып, сол жерде жерленген. Еңбектер туралы айтатын болсақ, ғалымның шығармашылық мұрасы орасан зор. Оның 150-ге жуық трактаттары сақталған. Соның ішіне ең әйгілілері ол кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындарының көзқарасы, ғалымдардың шығуы, бақытқа жету, азаматтық саясат деген сияқты көптеген сындарлы философиялық еңбектері бар екен. Және де маған ұнаған Әл-Фарабидің дәйек сөздері. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы депті. Бүгінгі қоғамда ең танымал сөз, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, дұрыс. Талпыныс тәжі табандылық. Тамаша. Мінез жанның айнасы. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ал ең қиыны өзіңді өзің түсіну депті. Өте жақсы. Және де Әл-Фарабиға басқа ғалымдар бағасын берген. Соның ішінде Мюллер, неміс зерттеушісінің берген бағасы маған өте қатты ұнады. Ол айтқан, бұл кемеңгер адам грек философиясының ең терең қырларына дейін бойлап байыбына жетті. Сондықтан да шығыс философияны ғылыми зерттеуді шын мәнінде бастаушы кім дегенде, басқа ешкім де емес, тек осы ғалымның аты аталу керек депті. Тамаша, тамаша. Менің еңбегім осы. Сұрақ бар ма? Әл-Фарабиға байланысты сұрақ болуы заңды деп ойлаймын. Қандай сұрақ бар Әл-Фарабиға байланысты? Оның ең танымал еңбегі. Ең танымал еңбегі қайсы? Жақсы, оның көп еңбегі. Соның ішінде. Осы кемеңгерлік, ізгі қала тұрғындарының көзқарасы дегенде, ол мейірімді қала, яғни елде татулықты қалай сақтау керек туралы жазған. Өзінің ойын жазған, адамдардың ойлау қабілеті қандай болу керек екенін жазған. Өте жақсы. Өте жақсы, Мира. Әл-Фараби туралы бізді қызықты деректер күтетініне ешқандай шүбәміз жоқ. Тағы кім сөйлейді, балалар? Бәріміз айтамыз. Еркімен сөйлейтіндерді алдымен шығарамыз, әрине. Ильяс, келе ғой. Сөйлей ғой. Балалар, мұқият тыңдаймыз. Неге сұрақ тумай жатыр? Бәрін түсініп қойғанда сұрақ тумайды, немесе ештеңе түсінбегенде сұрақ тумайды. Ал, Ильяс, бізді қызықтыратын еді ғой, кішкене. Бүгін Исаак Ньютон деген ғалымды сізге айтатын боламын. Исаак Ньютон 1642 жылы дүниеге келген. Ол ағылшын физика, математика, астрономия зерттейтін ғалым болған. Өмірбаян туралы айтатын болсақ, 1654 жылы Грантом мектебінде оқиды. Сосын 1661 жылы Кембридж университетінде білім жалғастырады. Өте жақсы. Кембриджде оқыған екен, Ньютон.
1664 жылы Ньютон функцияны шексіз қатарға кеңейтуді ойлап тапты. Өте жақсы. 1668 жылы магистр дәрежесін алды. Бір жылдан кейін математика ғылымдарының докторы атанды. Тамаша. Нағыз ғалым. Барлық атақ дәрежесі бар. Жақсы. Және 1727 жылы 20 наурызда Кенсингтон қаласында қайтыс болған. Еңбектері туралы айтатын болсақ, ең атақты еңбектері бұл натур философияның математикалық принциптері, сосын оптика және де амбебап арифметика. Өте жақсы. Дәйек сөздері, маған ең ұнаған дәйек сөздері, біздің білетініміз тамшы, білгеніміз мұхит. Ғылымды зерттеуде ережелерден гөрі мысалдар пайдалы. Мысалдар да пайдалы. Жақсы. Және Бернард Барух деген кісі айтылған сөзі, миллиондаған адамдар алманың құлағанын көрді, бірақ тек Ньютон оның себебін сұрады. Іздеді. Онда дәл осы сөзге. Сол алманың құлағанын көріп қандай заң ашты? Закон притяжения. Әлемдік тартылыс закон. Тартылыс закон емес. Заңы. Тамаша. Онда бізге сол презентацияңда бұны одан әрі кеңейтіп айтып бересің. Жақсы. Ньютонға байланысты сұрақ бар ма? Факторлар. Қызықты факторлар. Жақсы. Мектептегі оқуның басында Ньютон ең нашар оқушысы болып саналды. Бірақ кейін үздік оқушылардың бірі болды. Тамаша. Танымал пікірге қарамастан алма Ньютонның басында түспеді екен. Бұл аңызды француз жазушы Вольтер таратқан. Тамаша. Сэр Исаак Ньютон ғылыми еңбегі үшін патшайым рыцарь атағы алған алғашқы ағылшын азамат болды. Көрінетін спектрдің 7 негізгі түсін таңдаған Исаак Ньютон болды. Өте жақсы. Яғни 7 түсті де айқындап берген ғалым Ньютон екен. Жақсы, отыра ғой.